сіздердің барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Өстіп, қазақ қоғамындағы түйткілді мәселелерге кешенді жүйелі түрде жауап іздеуге сіз болып, біз болып тырысамыз. Әрине, бұл тұтас адамзат қоғамына ортақ дүние, саясатпенен тек діни фанатизммен ауырған және коммунистік саяси идеологиялық уытпен ауырғандар ғана саясатқа араласпаймыз дейді. Мынау діни фанатиктер дегенде естеріңізге бір жаңағы өздеріңіздің көз алдарыңызға образдап алған аталмыш сыртқы бейнелері, сол сақал қойған, немесе арабтың киімін киген, не үнді Пәкістанның киімін киген, немесе әйелдерше айтқанда хижаб киіп оранып алған, немесе бала қысқа, соларды ғана діни фанат екен деп қалсаңыздар, үлкен қателесесіздер. Костюм шалбар киіп, қылқынып галстук асып, мынау Қазақстанның жоғарғы билігінде отырғандардың біразы, тіпті керек десең, жаңағы 100 грамын ішіп қойып, солар сол діни секталық топтарға қызмет істейді. Сондықтан діни фанатизмді тек сыртқы формасына қарап, оны діни фанат екен ойбай дегіңізге болмайды. Ал жаңағындай сақал қойып алғаныменен, тіпті балағын қысқартқаныменен, тіпті тағда басқа бір белгілері болғаныменен, секталық сипаттан ада болатын, секталық сипаттан ада, өз бетінше жүрген, мынау дүниенің барлық жағымсыз жақтарынан түңілген, енді шынайы өмірде шынайы бір жақсылық көре алмағаннан кейін бүкіл үмітін ол дүниеге артып, өзін бейне жаңағы батпақтың, лайдың, қалың нәжістің ішінде жүріп, жуып, сүртіп, тазалап отырған бір адамдар болады. Оны сіз секта екен деуіңізге болмайды. Сондықтан мына жерде мен қазақ қоғамындағы өте күрделі барыстардың барлығын біртіндеп, көрсетіп, ашалап, дұрыстап, түсіндіріп отырғым келеді. Қазақ қоғамы адамдарды өте бір үмітсіз жағдайға қойып қойды. Жастардың бәрі дінге кетіп қалды, ойбай анау мынау дейді. Мәселе жастардың дінге кетуінде оның бәр сектаға кетіп қалған жоқ. Өмірден түңілгеннен кетті. Жұмыс жоқ, жақсылық жоқ, өмірінде бір шығар жол жоқ, бағыт жоқ, бағдар жоқ. Енді қайтеді? Айналаның бәрі жаңағы тасталқан шыққан, қираған дүние. Сосын олар өздерінің бір бүкіл үмітін, сол өзін максимал деңгейде, өзінің шамасы жеткенше сүртіп, тазаланып осы. Батпақтың ішінде жүр, құжынаған зинаның ішінде жүр, құжынаған параның ішінде жүр, құжынаған коррупцияның ішінде жүр. Быт-шыт қоғам, аттап бассаң, анаусы жаңағы өсім шыға келеді, мында пара шыға келеді, ана жағынан қысқасы. Мына Құдай жек көретін, адам баласы жек көретін, Құдай тиым салған бүкіл зұлымдық Қазақстанда бар ғой. Қазақстан былайша айтқанда Құдайдың қарғысы тиген бір территория болып тұр. Құдайдың лағнеті мен қарғысы жауған жері болып тұр. Оны таза жүрегінде жаңағы иманы бар азаматтар сезеді. Себебі Алланың қарғысы келген қоғам осындай бұзылады. Жаратушының қарғысы келген, көктен 24 сағат қарғыс жауып тұрған қоғам осындай бұзылады. Егер жаратушының қарғысы тимесе, Қазақстан жер әлемде соншама ұлан-ғайыр жерге ие болып отырған қазақтар үйсіз-күйсіз жүрер ме еді? Бір. Соншама ұлан-ғайыр жері бар қазақтардың сиыры жайылатын жайылым жеріне дейін жоқ болар ма еді? Екі. Соншама ұлан-ғайыр жері бар Қазақстанда қазақтар егін егетін егістік жері жоқ отырар ма еді? Үш. Соншама ұлан-ғайыр жері бар қазақтың өлісін жерлеуге енді көрлікті де жаңағы мазарды сатып алар ма еді? Төрт. Міне,
Ал қазақтар өзінің мемлекетінде, өзі құрған, ата бабасы қан төгіп, жан алып, жан беріп құрған елінде үйсіз-күйсіз қаңғып, ал үйлісінің өзі кредит төлеп, жаңағы арқеті арша, борбай еті борша боп жүрермеді. Міне осының барлығы қазаққа Құдай байлықты бермеді емес, беріп қойды. Нығметті бермеді емес, беріп қойды. Қазақ жерінің астыда, үстіде байлыққа тұнып тұр. Бірақ бұл байлық қазақтың меншігі болмай отыр. Не көрдіңіздер ма? Бұл байлықты қазақпен қатысы болмай отыр. Ал бұл байлықтың барлығын кім иеленіп отыр? Ат дөбелінде үстем тап иелері, езуші тап, қанаушы тап иелері ұстап отыр. Біз бұл жерде тап деп, оларды мынау маркстік, лениндік, сталиндік жаңағы тап қайыру сөзіменен айтып отырғанымыз, бұл тап деген сөз қазақтың сөзі. Тап деген сөздің өзі әрбірден кейін қазақтың сөзі. Бұл тайпа деген сөзбен тап деген сөздің жаңағы арғы жегі бір келеді. Мысалы, тайпа деген сөздің өзі де осы тап деген сөзінде, бұл тайпа деген сөз араптың тайпе деген сөзінен шығады. Бұл сол тайпе, тайп, сол бәрі бір сөз. Енді осыдан бар бұл қоғамдағы бір жіктеліс болып тұр. Енді осы жіктелісті біз қазақ қоғамында анық түсіндіру үшін мынау 99-да 99 қазақтың үйсіз күйсіз қоғамда барлық құқынан айырылған шектелген бейшара халде екендігін дәлелдеп көрсету үшін біз бұл жерде үстем тап, езуші тап, қанаушы тап, басқыншы тап және жаулаушы тап, өктем тап деп осындай сөздерді қайтадан қолдануға мәжбүр болып отырмыз. Енді қазақ қоғамына Құдайдың қарғысы жауып тұрғандығының, мынау 24 сағат жаратушының қарғысы жауып тұрған жер екендігінің бір дәлелі осы өтіп кеткен қаңтар қырғыны. Қаңтар қырғында болған зұлымдықтарды жер бетінде ешқандай елден естігенде жоқпыз. Анаудай азаптау түрлері, еркектерді еркек зорлау, үтік басу, және еркекті еркек зорлап, оның жаңағы неше түрлі сұмдық қорлықтарды жасап, адамның ақылы бармайтын сұмдық қиянаттарды жасап алып, оны видеоға түсіріп, енді ары қарай егер сені сыртқа шығып жариялайтын болсаң, біз осы видеоларды жариялап жібереміз, масқаралаймыз деп қорқытуы, тағы да бір сұмдық нәрселері, жаңағы нәрселері өз-өзіме қол жұмсадым деп өсиет қалдыртып алып, ұрып соғып азаптауы, оның да хаты шығып кетті, біз жариялап жібердік. Сондай жаңағы еркек ұрып әбден есінен талтырғанда сондай хатты жазады да, артынан әйеліне жасырын хат жазып жібереді. Мені өз-өзіне қол жұмсады десе сенбеңдер. Олар мәжбүрлеп осындай қағазға қол қойғызып алды. Әбден ұрып есімнен тандырып қол қойғызып алды деп жазады. Енді осыдан ақ қазақ халқы бір нәрсені біліңіздер. Міне қазір жезөкшеліктен дүниенің алдына кетті. Педофилдіктен жер шары бойынша бірінші қазақ. Кемалатқа толғандарды зорлаудан да кемалатқа толғандарды және толмағандарды зорлаудан қазақ бірінші. Педофилдіктен бірінші. Сәби балаларға, бастауыштың балаларына жыныстық зорлық зомбылықтан қазақ бірінші. Армияда еркек жас бозбаладарға жыныстық зорлық зомбылық жасау, еркекті еркек зорлаудан қазақ бірінші. Түрмеде еркекті еркек зорлаудан қазақ бірінші. Міне, ал енді кемалат жасынан асқан әйелдерді зорлаудан қазақ бірінші. Түрмедегі әйелдер екі қабат боп қалудан қазақ бірінші. Енді өзі бар жоғы 19-20 миллион қазақ жер әлемде осыншама сұмырай болар ма еді? Жоқ. Ол Назарбаевтық жүйе, сайтандық жүйе, сатанистік жүйе болғандықтан өңкей түрмеңе де, армияңа да сондай педофилдерді қойды. Себебі Назарбаевтың әулеті өзі осындай сатанистік бағытта болды. Сөйтіп қазақ халқын сорлататын барлық мүмкіндіктерді, қазақты құртатын барлық мүмкіндік, өзімен өз ішімен іріп, шіріп, бірін-бірі зорлап, бірінің ұлын бірі зорлап, бірінің қызын бірі зорлап, сонымен жаңағы бұт-шыты тасталқан шыққан Құдайдың қарғысына тиген қоғамды олар қолдан жасады. Ал өздері осындай қоғамда қалай билік жүргізу оңай.
бийлик жүргүзүү оңой. Себеби элдин баары адилеттүү, элдин баары ыймандуу коомдо, элдин баары акыйкатчылшыл коомдо Назарбаевдин сатандык жүйөсү жумуш истей алмай калады. Сондуктан Назарбаев казак коомун осундай маскара батпакка әдейи батырды. Сол үчүн казактарды коорлайтын, зулумдук жасайтын барлык мүмкүндүктөрдү колунан калдырган жок. Ал міне асында мынау сиздер мына каргыс жауып отур деген сөзгө каршы бир кисилер түшүнбөй калыпты. Калайча казак коомунда жаңагы Кудайдын каргыс жауып отур дейбиз. Жогоруда кылмыштар соган далил. Мисалы Казакстандын калкы 100 миллион болса, әлемдегі 100 миллиондық ірі мемлекеттердің қатарында болса, жан санына шаққанда қылмысының орташа есебі дүниеде сол өзінің халқының деңгейінде алдыңғы 10-да демес, артқы 10-да демес жүрсе, онда Қазақстанда жай қарапайым осы елдің бәрі осы қазақтар сияқты деп жүре беруге болатын еді. Өкініштісі, Қазақстан өзі 19-ақ 20 миллион халқы бола отыра, бүкіл дүние жүзінде жоғарыдағыдай қылмыстарда бірінші орынға баруы Қазақстанда арнайы түрде осындай ұйымдасқан жоспарлы түрде сұмдық жоспарлардың жүріп жатқандығының дәлелі. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Құлдықтан құтылудың жалғыз жолы күрес. Барлығына қарсы тұру, барлығын шағу, барлығын қирату, барлық осындай шектемелерге қарсы тұру. Не үшін бұлай? Мен адаммын, еркін өмір сүруім керек деп, бәріне тойтарыс беру ғана қазақты құтқарады. Басқа мал жоқ, жағаласпай жан қалмайды.